Қайырлы күн. Бұл қабылдау бөлмесі нөмірі 1-ші ортаңғы алтын балық ортаңғы тобының тәрбиешісі Молдашева Ақтолқын Қуанғали қызымын. Бұл біздің ұйымдастырған оқу қызметіне арналған бұрышымыз. Бұл біздің 5 салаға арналған көрнекілігіміз және дидактикалық ойындарымыз. Осы топтағы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты заттық дамытушылық орта ұйымдастырылды. Оның себебі балаларды балабақшаға жақсы көңіл күймен, жақсы ынтамен келуге үйрету. Бұл біздің табиғат бұрышымыз. Табиғат бұрышында жылдың 4 мезгіліне байланысты табиғат құбылыстарымен таныстырамыз. Бұл шығармашылық бұрышым. Бұл қазақ бұрышым. Қазақ бұрышының мақсаты балаларды қазақтың салт дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен таныстыру. Бұл біздің ойын бұрышымыз. Ойын бұрышында сюжеттік рөлдеріміз, сюжеттік ойындарымыз бар. Шаштараз ойыны, ас үй ойыны, аурухана, дүкен ойындарымыз бар. Ойын балалар рөлінде, өмірінде маңызды рөл атқарады. Балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру үшін, олардың ой қиялын арттыру үшін кітап бұрышын жасақтадым. Біздің ертегілер бұрышымыз. Бұл ертегілер бұрышын біздер қозғалмалы қылып ұйымдастырдық.